Бәріңізге сәлем. Бүгінгі біздің алғашқы шығарылымға қош келдіңіздер. Біз жалпы студент журналистер болып, өз жобамызды бастауға бел будық. Біздің жобамыз ол фэшн индустрия туралы болмақ. Және бүгінгі тамашалайтын видеода біз Zara брендінің киімдеріне, яғни трендтерге кішігірім шолу жасамақшымыз. Сіздерге қызық болса, бастаймыз. Ең алдымен сіздерді Zara брендінің қысқаша тарихымен таныстырсам, бұл брендтің бастауы 1975 жылы болған. Белгілі миллиардер Амансио Ортеганың жалпы бизнесінің бастамасы болған. Бұл бренд көбіне масс-маркет сегментіндегі киімдерді шығарумен айналысады. Және де ең басты концепциясы ол тез мода. Тез жанарып отыратын, яғни микротрендтерге бағытталған киімдерді шығару болып табылады. Сен түсіріп отырсың ба? Все. Жалпы осы жылда, осы сезонда бізде көбіне сондай жарқын түстерге фокус бөлінген. 2026 жылдың тренд түстері: қою көк, қызғылт сары, ашық күлгін, ашық көк, зәйтүн түс, қызғылт, сары. Егер сәнді болам десеңіз, гардеробыңызда осы түстер палитрасы болғаны жөн. Әрине, Zaraның ең басты фишкаларының бірі ол база болғанның өзімен, ол көбіне хай фэшн индустрияның жалпы эскиздеріне сүйеніп, өзіндік адаптациясына балап, өзіндік бір киімдер жасап шығарады. Сондай люкс, премиум сегменттегі киімдердің эскиздерін, олардың жалпы посадкаларын делік, солардың барлығын қайталап, өздері осындай бір микротрендтерге айналатындай киімдер жасап шығарады. Кстати, вот эти классные, прикольно. И замша в этом году, кстати, в тренде. Замша, вельвет, меня прям радует, что в этом году они возвращались. Қазір біз шығарылым барысында кішігірім эксперимент жасамақшымыз. Бір кейіпкерімізді, біздің модельді киіндіріп, жалпы осы трендте сіз қандай болып көріну керек екенсіз, сізге бір қалай айтсам болады, шабыт сыйлау мақсатында сондай бір образдар құрастырмақшымыз. Бірақ оның алдымен мен сіздерге жалпы осы жылдың концепциясын, трендтерінің түсіндіргім келеді. Ол бізде 90-е годы, яғни 90-шы жылдардағы біздің ата-әжелеріміз киген киімдерге көбінесінде бағытталған тренд болып табылады. Оған мысалы осындай қызық принттегі жейделер және түстері жейде в клетку принтмен осындай, және де қызықты түстердегі, қызықты фасондағы юбкаларды қарастырсаңыз болады. Және де мына жақта өте көп жалпы таңдау. Біздің ата-әжелеріміз киген секілді осындай киімдерді қарап киіп көрсеңіздер. Сонымен қатар бізде соңғы жылдары миксовать ету жалпы өте жақсы қалыпқа енді. Яғни романтикалық, сонымен қатар сондай қатаң стильді байланыстыра білсек, өте қызықты және стильді көріну мүмкіншілігіміз жоғары. Және де бұл база делік соңғы 2 жылда өте Zaraның жалпы полкаларынан, сөрелерінен өте көп байқаймын. Осындай бұршақ тек горошек принті. Және де былай жүрсеңіздер, осындай горошек юбкалар, белдемшелер өте қызық. Және осыған комплект ретінде мен топ көріп едім. Тоже күшті көрінеді, өте интересті көрінеді. Және де көп уақыттар бойы ол база болып саналып кеткен тельняшка деп аталады. Кейбіреулері морячка дейді. Яғни мұндай үлгідегі осындай жейделер Арманидің фэшн показында бой көрсеткен болатын. Және де осыны Zara адаптировать етіп, осындай бір жейделер шығарған екен. Бұл да база, бұны алсаңыз өкінбейсіз. Бұны әртүрлі джинса, юбка, көйлектермен сәйкестіріп киюге болады.
Жалпы осы жылы деним бізде трендте. Егер мынау комплектке қарайтын болсақ, сондай дениммен жасалған юбка немесе осындай жакеттер қазір өте актуалды. Джинса, яғни денимнің түсі де маңызды. Көбіне сондай navy blue, андай қою көк түстегі джинсаларды алған дұрыс. Бүгінгі біздің шығарылымның қонағы Әсемай, ол студент. Және бүгін осы кісіге полностью переображение жасайтын боламыз. Жалпы ең басты сіздің стильдегі талаптарыңыз қандай? Өзіңіз жалпы қандай стильде киінесіз? Мен көбінесе стилім классика. Көбінесе классика киюге тырысамын. Өйткені мен өзімді өте бір серьезный сезіну үшін, өзімді жақсы сезіну үшін мен көбінесе классика киюді осылай қалаймын. Бірақ байқап тұрғандай, сізде қазір casual немесе тіпті спорттық үлгідегі киім десек болады. Өмір сүру образы, салтына байланысты образ жасайтын боламыз. Кеттік. Осы жолы классикалық стильдегі киімдерді сізге қызықты, сондай бір жарқын аксессуарлармен толықтыруды ұсынамын. Кстати, вот эти классные. Может, белый подберем? Давай белый. Жоқ, жалпы осындай силуэттегі делік осындай крой дейді ба, посадкадағы джинсалар, шалбарлар. Олар сіздің бойыңызға, яғни бой кішкентай адамдар үшін өте жақсы көрінеді. Себебі ол визуально адамның бойын ұзартады. Және де сондай жинақы көрінеді. Бұл посадка мом деп аталады. Қазір осы зәйтүн түстегі заттар, киімдер трендте. Осы шалбарды киіп көрсек. Білмеймін, ойланып тұрмын. Негізі осы шалбармен жарасымды болады, бірақ жоқ. Мынау тым ұзын сіздің кіші бойыңызға, сол үшін бәлкім осындай укороченный жакет таңдағанымыз дұрыс болады. Осы түспен жарасады, күшті. Кстати, все, осыны аламыз. Жалпы жазда, көктемде осындай сандали, олар әрқашан трендте. Өздеріңізге де жалпы барлығын ыңғайлы болу үшін сіздерге андай каблуктағы емес, плоская подошва дейді, жайпақ табандағы киімдер, аяқ киімдерді алуға ұсынамын. Себебі олар ыңғайлы, және де Zara жыл сайын осындай қызық модельдегі аяқ киімдер шығарады. Размері қандай? 38, Бізде прям монохром болып жатыр, почему-то біз жарқын образ құраймыз деп едік. Бірақ маған осы топ ұнап тұр, сол үшін алайық. Тоже образдарды таңдадық. Қазір бірінші образды киіп көретін боламыз. Өзіме де қызық болып тұр, қалай шығатыны шыны керек. Бірақ жалпы Әсемайдың қалауындағы киімдермен жасап көрдік. Так, сонымен біздің ең бірінші образ осындай шықты. Зығыр матасымен укороченный пиджак, сосын мом посадкасындағы классикалық шалбар, осыған хаки түсінде топ қостық, нейтралды түсте осындай балетка таңдадық. Түсі осындай акцент болған үшін, жалпы осы образға бір изюминка болсын деген оймен осындай образ құрадық. Әсемай, сізге қалай? Өте ұнады, прям түстері де өте үйлесімді. Сумка, аяқ киім бәрі де керемет. Кейін өте қатты ұнады. Қазір екінші образды қарайтын боламыз. Осындай зығыр матасынан кең кройдағы брюки и такой максимально романтик блузка таңдадым. Енді екінші образды көрейік. Көруге. Вау! Баланс болу үшін всегда аяқ киім аксессуар бір түсте болған қалаймын. Себебі олар кожаные изделия ол бір түсте болса, ол гармонично будет смотреться.
достар, біздің шығарылымымыз өз мәресіне жетті. Егер сізге осындай формат ұнаған болса, астыға жаза кетіңіз, лайк баса кетіңіз, пікір қалдыра кетіңіз. Алдағы уақытта осындай бір қызықты шоулар жасауға тырысамыз. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Бұл біздің бірінші видео болғандықтан қатты бір сынға алмауларыңызды сұраймын. Сол үшін де келесі шығарылымда кездескенше сау болыңыздар.